жақында қыз ұзатамыз. Анан сен телефон тіктеп жатасың оны. Ресторанға продукт алыш керек. А біз деген ресторанға сататақ беремін ақша таппайсың. Үйді ремонт қылабыз. Мынаке, люстраны алмаштырыш керек, обойын алмаштырыш керек, тетяқты көчөң бар аңырайып көрініп тұрады, ошол жерді дағы тосуш керек. Соны біле тұрады, жөнтүчү. Маза қылып ашып демдеп беремін. Кішкене арзанырақ қыласыңар, а? %100 жапташ керек екен. Безук қылабыз. Тығып қоңыз, 200. Акажаным, иш ва пул тап беремін дегенмін. Менің исмim Алишер. Менің атым Ақылбек. Бірақ қожайын емес. Жөн эле Ақылбек. О, музыка не екен? Жөн эле Ақылбек. Азыр усталарға ишенгенге болбойт, ошону билесиңби сен? Азыр аялың шунча гапырганын эшитмедим. Ешмәдім. Мен иш топаман, сен менге подсобник боласың. Түшкен пайданы хаммасыга материал алып, сен үйүңө барып ремонт кыламыз. Елестетсеңіз, тойда адам келіп мені құшақтап, ойлап атады. Отырға машинаға. Жем? Ой, біз деген эме задатақ беріп қойшы. Задатақ, мадатаңарда бежелдеп. Отырғыла. Үчкө туруп берип, үй кандай болсо ошондой тапшырам. Ошондо алам. Есть что? Машинник бул. Үйде еркек чечкен қандай жақсы. Сен тойың деп бөліп қалмас олдыш. Sen бар, мен еркекпін. Сен наемшысың, іште давай. Сіз мөмен айттыңыз, а? Най дедім.